прозрачно кезекке тұрасыз. Сосын бұл сабақта мен сіздерге кооператив жайлы айтқым келеді. Жалпы көптеген жарнамадан көреміз, пайызсыз баспана дегенді естіп жатамыз, жарнасы аз, біз банк емеспіз деп жатады. Бізде барлығы честно, прозрачно, кезекке тұрасыз, сосын кезегіңіз келсе там 6 айда, 10 айда, 1 жылда үйіңізді аласыз деген неше түрлі жарнама көріп жатамыз. Бірақ кооперативтердің 4 түрі бар, неше түрлі атаулары да бар. Оны мен инстаграмда айтамын да, кооперативте ақша салмаңыздар десем де елдер түсінбейді мысалға. Себебі енді бір как будто банктерді айтып елді бір процентке тығып жатқандай боласың да түбінде. Бірақ шын мәнінде бұның системасы, экономикалық моделі ол дұрыс болмайды. Себебі мынау кооперативтердің барлығында ол кезекке тұр деп айтады. Мысалға қараңыздар, мен кез келген адам кез келген атаумен кооператив аша берем. Ол мысалға шаңырақ болады, берекелі баспана болады, отау қылдыра салам, дәулеттен қылдыра салам, не бір атаумен оған ешқандай заң запрещать етпейді. Себебі бізде заң өте әлсіз осы тұста. Сонда қараңыз, қандай кооператив болмасын, ол бір кооператив ашады да, соның там басшысын сайлайды, сөйтіп бір адам, ең бірінші адамды үйдің кезегіне қояды. Ол Мырқымбай делік. Мырқымбай пайызсыз баспана алу үшін бұл жерде не істейді? Қандай да бір взнос береді. 10%, 20%, 30%. Бірақ қазір нарықта елдерді осылай шақырып жатқан кооперативтер болады. Көбінесе 30%, кейде 40% сұрап жататындар бар. Енді қараңыз, Мырқымбай 30%-ын салды, ол күтеді. Ол нені күтеді? Артынан адам келуді күтеді. Егер Мырқымбайдың артынан адам келетін болса, артынан болғанда бұл пирамида деп заң аясында өздерін позиционировать етпейді. Бұл кооператив Советский Союздан қалған, бірінен артынан кезекке тұрып, біз өзімізді үй әпереміз деп айтады. Сөйтеді, Мырқымбай өзінің бәтимасын, примерно кластасы, бәтиманы тіркейді, шақырады осы неге кооперативке. Сөйтіп, бәтима ол 30%-ын салады. Сөйтіп жүреді, Мырқымбай өзінің бір кластасын айтады, немесе группаласын айтады. Ол кластасы алады, 30%-ын салады. Сөйтіп бір группаласын шақырады, ол бір 30% болмаса, ол айтады, пока менде 30% жоқ, 10%-ым сала тұрам дейді, кейін 30%-ға толтырам деп айтуым. Сөйтіп қысқасы не керек? Мырқымбай алатын, мысалға, ол басында договор отырады, бір 15 миллионның үйін алам деп. Сөйтеді, ол өзі 30%-ын салды, 4,5 миллион, бәтима салды, кластасы салды, группаласы 10%-ын салды. Сөйтті де Мырқымбай алады да өзінің үйін алып алады. 15 миллионға үй алып алады да, сосын ол жер көкке мақтайды, ойбу, мен пайызсыз үй алдым, там дәулет оңбаған, ол бүкіл елге банк туралы айтады, елдерді нетеді, шақырады, одан да сендер мына жаққа келіңдер деп, неше түрлі былайша айтқанда шолақ белсенділер шыға бастайды. И бұны көріп отырған бәтима да уже алады да, ох, Мырқымбай үй алды, давай мен де алам дейді. Сөйтеді де, Мырқымбай пысық, бәтима пысық, ол да артынан адамдарды давай, келіндір дейді, өсі 10%, 20%, 30%-ын салдырады да, ол да бәтимада үй алып кетеді. Оны көріп отырған Мырқымбайдың кластасы, сендер қалай үй алып жатсыңдар дейді. Тез адамдарды нетсен шақыр, айт, реклама бер дейді. Ол сөйтеді. Ал енді бір адам болады, например, сол Мырқымбайдың группаласы, былайша айтқанда тормоз адам. Ол ештеңе айтпайды, ештеңе шақырмайды. Соответственно, оның кезегі де жылжымайды, ол бір орында тұрып қалып қала береді. Мысалға, көрдіңіздер ме? Сондықтан қандай кооператив болмасын, қандай атау болмасын, осындай системамен жұмыс істейді. Дәл осыны есептеген кезде, мына Мырқымбай бір адам үйін алатын болса, міне бір адам үйін алды, бастапқыда ол 3 адам, 4 адамды орта есеппен. Кейін уже екінші сатыда, екінші мына бәтима үй алу үшін жоқ дегенде 7-8 адам үйін күтіп отырады, бәтима үй алған кезде. Сөйткен кезде не болады? Бұл былайша айтқанда көрінбейтін биткен пирамида болады. Одан кейін бұл жерді айтады, сізге келісімшарт отырғызады. 1 жылда үй аласы, 10 айда, 6 айда дейді. Енді қараңыз, Мырқымбай, допустим, 15 миллионға келісімшартқа 6 айға деп отырады. 6 айдан кейін мәселе дәл сол үйдің бағасы 15 болып кетпейді ғой. 18 болады, 20 миллион болып кетеді. Сөйтеді, баланс бұзылады осы жерде. Одан кейін не істейді? Мына біріне бірі тіркеп, жаңағы мен осы инстаграмды салам айтамын да, мысалға, мен кооперативтерге сенбеймін, салмаңыздар, түбінде алданасыздар десем, елдер шулайды. Ой, сенің ішін тар, немене сен халыққа сонда пайызсыз баспана. Сіз ақшаны қайдан алып отырсыз? Соны ойлану керексіз. Сіз артыңыздан тіркелген адамдар, біріне бірі сол кооперативке ақша салған адамдар, үлкен қазан, біреуінің миллионы бар, біреуінің 100 мыңы бар, біреуінің 500 мыңы, содан ғана алынып отыр ғой, мәселе сода. Мысалы, нарықта бір кооператив бар екен, 25 мың адам салымшы, сол былайша айтқанда қазанға әйтеуір бар ақшасын салып отыр.
Ал үй алғандары не? Үй алғандары шамамен 2500 адам. 10% ғана үй алады, бірінің салған ақшасына бірі қопар, қалған 90% ала алмай жүр. Сөйтекте улайды, шулайды. Сондықтан да қандай кооператив болмасын, түбінде осындай былыққа айналады. Оны мен қазір ноутбуктен де жаңалықтардан да көрсетемін сіздерге. Сондықтан да пайызсыз баспана дегенге сене бермеңіздер. Осыны айтқым келеді. Себебі қайталап айтамын. Мен мысалға инстаграмда соны сала бастадым, Мырқымбай, Бәтима сияқты басында пысықтар алып алады да, ойбай мен пайызсыз баспана алғанмын дейді. Ал енді ақшасын салып қойғанда жүреді екі ортада, не дәулетке сенерін білмей, не Мырқымбайға сенерін білмей. Түбінде ол көрінбейтін пирамида болып кетеді. Өкінішке қарай бізде мынау Қазақстанда заң аясында ЖСК деген бар, жилищный строительный кооператив, оны салуға рұқсат берілген. Ол жерде нақты мен үй салатын болса, мен ЖСК ашамда, мен айтам, мен үй салам, бұл жерде тек қана 50 пәтер ғана болады. Яғни 50-ақ пәтер тіркеледі. 50 пәтер тіркеледі, 50-ақ адам тіркеледі де, сол үй салынғанша, әйтеуір айлығымыз бар, шайлығымыз бар, машина бар, мысалға, біреудің кәсібі бар, сөйтіп ай сайын ақша салып отыр, әйтеуір үйтіп 50 адам үйді бітіреміз, бәріміз жиналып. Оған рұқсат бар. Осын пайдаланады да, ойбай бәріміз бір-бірімізге көмектесеміз. Бұл резина болып кетеді, артында адам тіркеле береді. Міне, Бәтим ананы шақырады, кластас мына өстіп бірінен соң бір дейді. Но бір қазанға салған кезде в итоге міне наглядный мысалда 25 000 адам ақша салады, үй алатындар шамамен 10%. Міне, даже жаңағы айтқандай 7-8 адам күтеді дедім ғой, 7-8 емес, не тұрсын 9 адам үйін күтіп отыр. Очередь. Міне, түбінде сосын бұл құлай лопнится. Сондықтан алданбаңыз. Және де тағы да бір айтатыным, мысалға сіздер білесіздер, КДФ деген банктың депозитке ақша салған кезде, ол банк, қай банк болсын, Каспий болсын, мен айтатын Жилстрой, отбасы банкі, Сбербанк, қай банкты айтсам да, қай банктың несіне депозитке сіз ақша салсаңыз да, ол сізге қайтып келеді, себебі мемлекеттің гарантиясы бар. Ал мына жерде сіз уже ақшаңызда салдыңыз, кейін қайтару қиын болады. Тіпті сол басшылық жаңа қазанға жиналған ақшаны миллион, миллиардтарды алып шетел асып кететін болса, ақшаңыз қайтпайды. Себебі мемлекеттің гарантиясы жоқ. Айтады, оны өзің салуың керек. Ұлттық банктың лицензиясы жоқ. Ешкім жауапкершілік алмайды. Сондықтан да бұл жердегі жауапкершілік тек қана сізде болады. Мен осы 2018-де осыны айта бастадым. Неше түрлі біреулер сұрайды, кооператив ақша салма дейтінмін. Не болды? Сол кооперативтердің барлығы былығып жатыр. Түсінем, басында барлығы керемет болады. Ал соңғы жағы былық болады. Ол былықтардың барлығын мен сіздерге қазір сайттан көрсетемін. Мінекей қараңыздар, жаңағы сөзім өтірік болмасын, дәлелмен, иә. Мысалға Тенгриньюс болсын, иә. Обещали большую квартиру, дейді, сотни миллионов тенге потеряли алматинцы из-за аферы с жилищным кооперативом, мінекей алаяқ Айжан ақшамызды қайтар, сон сотталсын, дейді. Міне заң бізде өте әлсіз. Міне жазған, жертвами жилищного кооператива стали более, бұл жерден де алданған адамдар аз екен, бір жағынан жақсы, әрине 60 адам 0% годовой, пайызсыз баспана дегенге бәрі алданып жатады. Мысалы Стан Кезет, міне так, Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырған ерлі зайыптылар, иә. Бұларда міне Елімай деген қаржылық жаңағы пирамида дейді. Міне кооперативдің басшысы, ана мынау 90-нан астам жәбірленуші өтінім берген дейді. Міне розыск деп жазып жатыр. Бұл жерде де Елімай 2019 менен оқырмандар сұрап жататын. Одан кейін міне Шаңырақ плюс деген бағдарлама, ойбай түбінде үй аласын деп, түбінде барлығы пирамида болып кетеді. Одан кейін мінеке қараңыздар, Шаңырақ деген кооператив болған, Люди поняли не сразу. Некий потребительский кооператив предлагал клиентам помощь в приобретении квартиры в Алматы. Но необходимо было внести первоначальный взнос – 2 миллиона тенге и ждать своей очереди. В компании обещали предоставить жилье в рассрочку в течение года. Отозвалось на выгодное предложение около 150 человек. Но квадратными метрами, уверяют люди, никто так и не обзавелся. Наталья Кунина разбиралась в этой ситуации. Их пока немного, но сейчас они ищут всех клиентов потребительского кооператива «Шанырак». Женщины рассказывают, что услышали от знакомых. За короткий срок компания предлагает приобрести квартиры. Условия были заманчивыми и простыми. Клиент платит первоначальный взнос 2 миллиона тенге и получает квартиру в рассрочку, без переплаты процентов. С деньгами каждая из них и пришла в этот офис. Я рискнула, потому что здесь как бы процентов годовых.
көрдіңіздер ғой, пайыз жоқ дейді, бөліп төлейсің дейді, рассрочка дейді. Соңында басындағы адамдар үй алады, соңында ала алмайды. Мысалға мынау сол беті жабық, өздеріңізде сайттан ізденсеңіздер болады. Мысалы соңғы өткен жылы міне шықты, тағы да Атырауда жаңа баспанада қарсы аламыз деген жүздеген үлескердің үміті ақталмады. Өйткені халықтан ақша алған Жібек жолы құрылыс кооперативі 9 қабатты үйдің құрылысын 2 айдан бері тоқтатқан. Ал баспанасын сатып, барын салған атыраулықтар бұл келісімдегі бастапқы бағаны 2 есеге көтеру үшін жасалып отырған. Құрылыс кооперативі 100% салғандар да бар. Үйлер бұл жерде пандемия деді. қарап отырсақ, құрылыс жаңағы мен айтқан ЖСК деген мәселе. Ол да өте қауіпті түбінде айналып келген кезде. Себебі қайтадан сол 50 адам дедік, 50 адамды да алдап кететін болса, міне бағаны өсіріп жіберетін болса, барлығы міне соңында улайды, шулайды. Сондықтан нарықта түрлі кооперативтер ашыла береді, құрметті оқырмандар. Біреу анаған ақша салайын ба, мына кооперативке, сіз главный системасын жаттап алыңыз. Системасы пайызсыз баспана дейді, бөліп төлейсің дейді. Ойбай, өзің там банктер олар оңбаған дейді, переплата көп дейді. Мысалға, бізде ақшаның құнсыздану деңгейінің өзі да, вот инфляция шамамен 9%. Мысалға, ал енді үйдің де бағасы өсіп жатыр. Қалай бұл кооператив сізге 0% дейді? Көрдіңіз ғой, сіз басында аласыз, базар жоқ. Бірақ сіз қай ақшаға аласыз? Елдің салған ақшасын аласыз. Сондықтан елдің салған ақшасы соңында сіздің артыңыздан осы кооперативтерге келген адамдар түбінде жылайды. Ол сіз өзіңіз үй алып алып, ол үйде бақытты болам деп ешқашан ойламаңыз. Менде де бар, Инстаграмда танымал болып, подписчик көбейгеннен кейін түрлі кооперативтер шықты. Тіпті бір кооператив маған коттедж үй ұсынды. Дәулет, тек қана там Жилстрой айтпайсың, 726 айтпайсың, басқа ештеңе, тек қана біздің кооперативті мақтайсың. Біз саған жоқ дегенде 200 миллионның, міне шынымды айтып отырмын да, 200 миллионның жоқ дегенде коттеджін алып береміз деді. Бірақ сен тек қана біздің кооперативті жарнамалайсың деді. Білесіздер ме, ол кооперативтің арты дау болды, сол беті әлі күнге дейін үйлерін ала алмай жатқан азаматтар бар. Себебі бұның жаңағы айтқанда экономикалық модельдері дұрыс емес. Айтып отырмын, біреуі үй алатын болса, соңында қаншама адам жаңағындай алданып, бірін үйін күтіп жатады. Мына жаңалық соңына дейін көре салыңыздар. Их нету. Один раз вложила 600 тысяч, и дальше мы бы получили... Ну, они обещали за 3 месяца, что мы получим, что в 2016-м я встречу уже с квартирой. Год хожу к ним по их обещанию. 3 айда үй аласың деді. Әртүрлі кооператив, біреу айтады 3 айда дейді, біреу 6 ай. Басында айтады, ең басында ашылған кооператив всегда айтады, 1 айда аласың, 3 айда аласың, сосын 6 ай созыла береді, сосын 1 жыл деп қояды да. Сондықтан сауатты болыңыздар. Қайталап айтамын, бұдан ешқандай мемлекеттің гарантиясы жоқ. Түбінде өзіңіз осылай алданып, сан соғып жүресіз. Мен мына жердегі қаншама адамдар алданып жүрген. Прочитала, до меня только тогда дошло. Руководство кооператива уверяет, что никакого мошенничества здесь нет, ведь алматинцы сами пожаловали к ним с деньгами, а сотрудники к мечте – покупки. Айтады, ақшамен өзің келдің ғой дейді. Бір жағынан жаңағы ЖСК-ның атын пайдаланып, юридический нет, соңында қарапайым халық өкінішке қарай алданады. Ешқандай мемлекеттік гарантиясы жоқ, сондықтан білімді, сауатты болыңыздар деп айтқым келеді. Ешқандай, білмеймін енді, маған кооператив ұнамайды шыны керек, себебі мемлекеттің гарантиясы жоқ. Артында осы кооперативтерге байланысты өте даулар өте көп екенін ескерткім келеді. Рахмет.